Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз аксонометриялық проекциялар. Ең алдымен аксонометрия сөзіне тоқталайық. Аксонометрия грек тілінен алынған болып, аксо өлш және метр өлшеу, яғни үстел бойынша өлшеу деген мағынаны білдіреді. Аксонометриялық проекция дегеніміз аксонометриялық жазықтықта тетіктің кеңістіктегі формасын анық көрсететін координаттар жүйесі арқылы оны параллель проекциялау тәсілімен алынған кескін. Аксонометриялық проекциялар екіге бөлінеді. Олар қиғаш бұрышты фронтал диметриялық проекция және тік бұрышты изометриялық проекция. Егер бұрмалану көрсеткішінің үшеуі де бір-біріне тең болса, изометриялық деп аталады. Ал егер де тек қана екі көрсеткіш тең болса, диметриялық проекция деп аталады. Осьтердің орналасуы. Мына суретте қиғаш бұрышты фронтал диметриялық проекцияның координаттар жүйесінде қалай орналасқандығы көрсетілген. Бұл жерде жаңа айтып өткенде екі бүйірі бір-біріне тең, ал бір бүйірі ерекше. Ал мына суретте тік бұрышты изометриялық проекцияның координаттар жүйесінде орналасқаны көрсетілген. Бұл жерде үш бүйірі де бір-біріне тең. Диметриялық және изометриялық проекциялардың линейка көмегімен оңай сызу тәсілі көрсетілген. Диметриялық проекцияда X осінің бойымен және оған параллель түрде биіктік. Ал Y бойымен есе 2 есе қысқартылған ең. Z бойымен ұзындықтың нақты өлшемі қалдырылады. Изометриялық проекцияда есе барлық аксонометриялық өстер бойынша және оларға параллель түрде изометриялық проекция нақты өлшемдер қалдырылады. Барлық аксонометриялық проекциялар үш ортақ ережелерге белгіленген. Біріншісі Z үлгісі әрқашан тік. Екіншісі барлық өлшемде тек қана өздеріне параллель болатын аксонометриялық өстер немесе түзулер бойынша алынады. Үшінші, кешенді сызбадағы бір-біріне немесе координаттар өсіне параллель болатын барлық тік сызықтар аксонометриялық проекцияларды өзара және сәйкес аксонометриялық өстерге параллель болып қала береді. Аксонометриялық проекцияның құрылуы негізінен фигура бетін құрудан басталады. Бұл үшін тік бұрышты параллелепипедті мысалға алып отырып, аксонометриялық проекцияны құру алгоритмін қарастырайық. Аксонометриялық проекция өстері және тік бұрышты параллелепипедтің төменгі бетін құру. Бірінші қадам. Диметриялық проекцияда былай салынады. Ал изометриялық проекцияда есе былай салынады. Екінші қадам тік қабырғаларын құру. Көріп тұрғаныңыздарыңыздай диметриялық проекцияда осылай салынған. Ал изометриялық проекцияда үшінші қадамда бүйір қырларын және жоғары бетін құрамыз. Диметриялық проекцияда және де изометриялық проекцияда. Төртінші қадам көрінетін қырларын анықтап аламыз. Және де бесінші қадам. Бұл соңғы қадамымыз контур сызықтарын жүргізу. Яғни бұл жерде мына қырлары анықтап қаралып, контур сызықтар жүргізілген. Сонымен бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз аяқталды және де осы көрсетілген сұрақтар қою арқылы сабағымызды қорытындылаймыз. Біріншісі аксонометрия қай тілден алынған және мағынасы.
Екіншісі аксонометриялық проекция дегеніміз не? Үшіншісі аксонометриялық проекция нешеге бөлінеді? Олар қандай? Және соңғы сұрағымыз диметриялық проекция мен изометриялық проекция айырмашылығы қандай?